Жоба жүргізушісі көрермендерден келген анекдоттарды оқиды, бірақ анекдоттың соңын айтпайды. Қатысушы әзілкештер анекдоттың соңын өздері қызықты қылып аяқтауы керек. Кімнің нұсқасы күлкілі, сол 50 000 теңге ұтып алады. Қызық болмаса, ақша анекдот жіберген көрерменімізге кетеді. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті достар, бір өздеріңізге қошемет тұрып қойсаңыздар. Бүгін жалпы анекдот шоуда ерекше шығарылым, біз бірінші рет көрермендермен осы анекдот шоуды жасағанды жөн көріп отырмыз. Келгендеріңізге мың алғыс, өздеріңізге тағы да бір қошемет тұрып қойсаңыздар. Олай болса, бүгінгі шығарылымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Менің сол жағымда ардагер жайдарманшы кітапхан жобасының резиденті Хамит Ердехан. Бір қошеметтеріңіз болсын. Және де тағы бір қонағымыз тоже жайдарманшы Еркебұлан Бердалиев. Бүгін енді екі топқа бөліп жатырмыз. Бізде Қанат Әлжапаров пен Қайрат Әділгерей әрқашанда екі топқа бөлініп, бір-бір қонақтан алып отырады. Бүгін Қанекеңмен... Біз бақыттымыз. Біз уже команда көпке дейін айта алмай жүредік. Қанекеңмен бір командасыздар, сіздер Еркебұлан мен Қайрекең бір командасыздар. Қанеке, білесіз ғой, Қамекең кішкене құлағы нашар естиді. Айғайлап отырасыз ғой деген. Жазба кеп беріп тұрасыз. Барлық айтқандар. Бірақ күтіп ше. Түсінбей. Командаға ат қойсақ кішігірім мен. Разогрев үшін ғой, қыз дұрыс. Өзіңіз бір ат қойыңыз. Айтқан жоқсыздар ғой командаға ат қоясыңдар. Командаға ат қоюды жаңа есіме түсіп отыр ғой, сондай бар екен бізде. Адам өз қол болып жатқанда алқымнан алып. Сіздер де ойланып отырсыздар. Байымыз. Мына қыздың атын қоя салсаң. Атыңыз шынымен? Динара деп қой. Әнде бар ғой, Мына команданың аты Динара. Динара. Фамилияңыз қандай? Айтсаңызшы. Қарабалаева. Біз Қарағолаева. Қарабалаева, иә? Қарабалаева, иә? Қарабалаева. Динара Қарабалаева. Бүгінгі кешіміз Динараға арналады. Осы үйінде түсіре салмадық па? Динара ана жерге отырғызып қойсақшы. Динараны еске алу кеші сияқты болып жүрміз. Болмайды, ар жақтан басқа ат тапсын. Онда басқа ат. Неге Динара? Жоқ, ерте Хамеке ютубта да күшті ғой, Динара Қарабалаева. Тауып алуға да күшті. Ол кім деп іздейді ғой адамдар. Динара Қарабалаева. Бізде команданың аты Динара болғаннан кейін басқа енді біреуің басқа сендер бір заттың атын қойсаңдаршы. Онда Динара сүйіктіңнің аты кім? Жүрек қалауының аты кім? Ауыр сұрақ қойды. Ойланып кетті ғой. Ойланып қалса, сөйтсе үшеу ма? Сүйіктіміз? Әкемнің аты. Сүйіктім әкем. Сіздердің командаларыңыз атын әкемнің атын берсем дейді. Онда былай Кім? Жоқ, біздің команда... Жоқ, біздің... Жоқ, енді әкеңіздің атын... Біздің команданың аты әкең аузы. Оны айтам. Бір сағат ат қойып отпай? Жоқ, Қайреке, давай. Қалар 5 000 теңге беріп ат қойғаныз? Ат қойып қайтсаң ба? Ойбай, не көріп келдіңіз? Ат қойып келдіңіз? Күшті подкаст шықты, ат қою деген ба? Жоқ, онда біздің... Жоқ, олай қылсақ, Динара Қарабалаева қалай берсін? Қалай берсін? Қарабалаева. Келшесіздер ма? Қошемет қойыңыздар. Қазақша анекдот шоу. Бірінші әзіл. Бір таксист ағамыз әйелімен трассының бойында келе жатса, жалғыз өзі бір қой жүр екен да. Ол қой емес. Қашып шыққан қой ол кезде. Біреу өзі жүр екен трассының бойында. Таксист, иә, мамам? Иә, таксист әйелі артында отыр екен да. Қой жүр да? Қой жүр, жолдың бойында. Иә, екеуі трассада келе жатса, қой жүр екен, сол әйел айтыпты. Ана қой жалғыз өзі жүр, адасып кеткен ау. Анау арам өледі, багажникке салып ала салайық та деп.
сонымен күйеу ой жарайды деп тоқтап багажникті ашып қойды салып алады. Сонымен екеуі кетіп бара жатса бір шамалы жолдан кейін бір ақсақал тоқтатады ғой. Сөйтіп ақсақал тоқтап, ақсақал қай жаққа барасыз? Ауылға дейін жеткізіп тастайыншы. Отырыңыз деп. Ақсақал алдында отыр. Сонымен әйелі бірақ ақсақалды аямады. Сөйтіп мен келе жатса ақсақалдан сұрайды ғой да, ақсақал не істеп жүрсіз деп. Қойым жоғалып кетіп еді, соны іздеп ауылдан алыстап кеттім жаңа. Қой көрген жоқсыңдар ма дейді ғой. Десе жоқ, көрген жоқпыз деп. Екеуі жаймен үндемей келе жатса, багажниктен қойдың маңыраған дауысы шығады ғой. Мә деп. Сөйтіп ақсақал артына қарап, "Ай, бұл нең дауысы?" десе, таксист ағамыз бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Мысалы, багажник артында кетқанда маңыраған қой. Иә, қой маңырады да, сөйтіп ана таксист келе жатады да, мынау қалай дейді соңы? Ақсақал маңырады дауысы дейді. Иә, маңырады, бұл Аманғали ғой дейді. Қызыққа не? Онда менде көп ондай десе. Таксист келе жатады да, мынау нең дауысы дегенде. Мә деп сигнал дауысы. Новый сигнал қойған ғой. Иә, олай да болады, тамаша. Енді шал келе жатады. Мынау ненің дауысы дейді, гай ғой десе. Алда гай келе жатыр деп па? Ол гай қой болмайды ғой айтпа. Гай ешкі ғой. Ешкі ғой ол. Қой басқа ғой. Мынау не маңырап отқан дейді. Шал келе. Ешкі қойды. Шал маңыраған қойдың дауысын естиді. Мынау ненің дауысы деген кезде шөпір таксист жауап береді. Сол анекдоттың добивкасы. Соңы. Жауап берді. Просто есіме түсіріп алып жатырмын да. Не айтқан болуы мүмкін ол? Мә деді. Ол бізден сұрап жатыр ғой. Онда бүйтсеші, ол артта қой қора ғой, біз осы жерде тұрамыз машинаның ішінде десе. Әдемі ғой. Тамаша. Артта қой қора. Арчақ мал қора дейтін ба? Жақсы. Арчақ мал қора, мынау біз залда отырмыз. Андай ше. Аға, анау тұрған микроволновкадан билетші алып берші деп әйел айтса. Кухняда отырма, шал сөйтсе. Мынау ненің дауысы деген, сіздің қойыңыз ғой, көке. Десе. Көке, Қалай ойлайсыз десе ба? Сенбеймін деп. Шал сонда да сенбесе. Бұның ішінде болу мүмкін емес деп. Андай ше бүйтсе, мынау нең дауысы десе, итім ғой, просто қойлар асыраған десе. Жақсы. Қойлардың тәрбиесін көрген. Иә, қой тәрбиесін көрген. Әдемі нағашыларында өскен ғой значит. Мынау ненің дауысы десе, ой, біздің қатын ішіп алып мал болып отыр екен ғой десе. Артта. Маңырап отыр екен ғой. Осы ішсе мал болатын әдеті бар. Мә десе, айнаға. Қатыны да мә. Екі жақта да бір жақсы нұсқалар болған сияқты. Түп нұсқасын оқиын ба? Екі жақта маңырадық. Жоқ, негізі әдемі болды. Жоқ, маған мысалы ат жақ мал қорағы деген ұнады Хамиттің. Ең үздік нұсқа әзірге сол да. Жоқ, маған мысалы менің ана бүйтіп сигнал сөйтіп айтып беруге бола ма? Иә, жоқ, өзіңнің тышкаңды өзің қорғамасаң, қорғап адвокат жалдасаң болады. Қанша тұрасыз қайрек? Жоқ, мен қатысым жоқ. Екеуміз бір командамыз. Түп нұсқасын оқиын. Түп нұсқасы. Сөйтіп жаңа таксист ағамыз келе жатып қойды салып алады. Шамал жүргеннен кейін жаңа ақсақалды салып алады. Ақсақалдан сұрайды, неғып жүрсіз дейді, қойды іздеп жүрмін дейді. Ауылдан ұзап кеттіппін деп. Сөйтіп деп көрген жоқсыңдар ма? Көрген жоқпыз деп кетсақ, қойдың маңыраған дауысы шығады. Сөйтіп ақсақал артына қарайды да, "Ей, мынау ненің дауысы?" десе, ағамыз әйелім ғой, ұсталып қалмайық деп маңырап келе жатқан деген өзінің нұсқасы. Енді қатты қызық емес, бірақ мынаны қайрекең айтып қойды ғой. Иә, ондай нұсқада болды, бірақ жеңімпаз кім? Хамит. Жоқ, мен жақ па? Біз жақ қой. Қойшы. Мал сияқты маңырау. Ішіп алып соңына отырмаса. Былай жасаса. Жарығымсы. Кел, алдым өтіш кел. Ішіп алып маңырап отқан деген нұсқа жақсы болды. Хамекеңде арт жақ мал қора. Мал қора деген нұсқа болды. мал қора. Енді бірінші әзіл ғой, 25 мыңнан берсе қалай ойлайсың? Оба! Тамаша. Артыңа жинап отыра бер, 200 мыңға дейін ұрамыз. 25 мың сіздерге, 25 мың сіздерге бір қошеметтеріңіз болсын. Жақсы болсын. Маңырап отырып тапқан ақша. Қазақша анекдот шоу. Сонымен келесі әзіл. Бір ағамыз көшеде кетіп бара жатса, бір бомыш аға, саламатсыз ба, ақша бересіз ба, көмектесіп жіберіңізші деген ғой. Сөйтсе ағамыз ойланып тұрып,
балық берме қармақ бер деген есіне түсіп кетеді ғой. Сөйтеді де ана бомжға новый қармақ алып береді ғой. Сөйтеді де қолына ұстатады да ма бауырым дейді ғой. Сол кезде ана бомж не сұрады негізі? Ақша сұрады. Сөйтіп бұл кітапхана емес, анекдотты бөле беруге болмайды. Жоқ, енді біліп алайық. Сөйтіп қармақты ұстап тұрып бірдеңе деген сол анекдоттың соңы. Бомж қармақты ұстап тұрып жауап берген ғой. Енді ақша сұрады, анаған қармақ алып берді ғой, мә деп. Ал қармақты ұстап тұрды да дейді. Қуасың ба деген сияқты бірдеңе айтты ғой. Бетсеше қармақты бет. Ол 500 теңге аласың. анекдот екеуіне ғана айттың ба сен, не қылдың? Бізге де қарап айтса. Көрдің ба, Сержан би, осы үшін бөлем анекдотты. Анау тым түсінген жоқ анау. Айтып берші. Қара, бүйт айтқан меке. Бір жігіт ақшасы бар болып тұр ғой, Сержан дей берейік. Келатыр Сержан көшеде. Сержанның алдынан бомж шықты. Бомждың аты Марат. Оның да атын Бол, танимын. Танисыз ғой? Иә. Сол шықты да бомж айтады, маған 500 теңге берші бауырым дейді Сержанға. Сержан тұрады да ана балық берме, қармақ бер дейді. Мақалды ұстанады да Қармақ беріп кетем. ой, қармақ береді. Көшеде. О, қай жерден шыққан қармақ? Сөйтсе, қармақ беріп көке. Теңізді өзің ұстау боласыз. Бомж бүйтеді, қармақты алады да, брат 3 мыңға қармақ аласың ба дейді. Бірден ба? Бірден өзіне сатып жібереді. Ибо анау арзан ғой деп алып алады. Сөйтсе, Өзі 12 мыңнан алған ғой. Қайреке? Сержан ақша емес балық берсе. Сен оны 500-ге саттың да. 3 мың күлкілірек. Оның өз бағасы 3 мың негізі. Балық бермек, қармақ бер деген, қармақ деп бере салған ғой, сол ақша сұраған адамға. Сөйтсе анау бомж қарап тұрып бірдеңе деген. Сол дегені қызық па әлде біздің дегеніміз қызық па? Сөйтеді да бомж тұрып басқа мақал білмейсіз ба дейді. Жоқ, негізі ақшасы бар мақалдар бар ма? Маған негізі орамал тоң болмайды, жол болады дейді. Негізі маған орамал керек еді десе. Жоқ, еңбек етсең емерсің кезде сен андай орамалы беретін. Бірақ сонда сен есіңе еңбек етсең емерсің деген мақал түссе не бересің ал? Қай жерін емізесің ал десе. Нанды мен айтып қармақ берем дейді сол кезде. Жоқ, қармақ берем дейді. Қамеке қалай? Нормально болса 50 мың алса отыра берейік. Болмаса бомж түсіндірсеші, сен інім мақал дұрыс түсінбеген екенсің. Ол былай ғой. Бұл қармақ бер дегенің бір мүмкіндік жаратып беріп, маған бір эсто ашып берсең, содан ақша тауып жатсам, сол емес пе? Балық берме, қармақ бер деген. Сен де жақында бомж болатын адам екенсің десе. Мынау анекдоттың арты эссе болып кетті ғой. Олбаған. Қармақ береді ғой. Өмір қармақ бересің, әке десе. Баласын бомж қылып жүрген ба? Қармақты беріп баласын бомж қылып жүрген ба? Өмірі, сол 1-ші класстан бері алған қармақ. Баба, пирожкалардың ақша өш дейді, қармақ берген. Жоқ, сонда мектеп ештеңе оқымаған. Мектепке бармаған, универге. Папа қатыналайыншы десе де қармақ бере берген ба? Біз класста 8 марқа ақша жинап жатыр, қармақ. Апайың апарып бер деп па? Қармаққа отырып қалған әке да. Әкесі қармақшылыққа болсашы. Көрдіңдер ма? Браво. Ой, Аллай, балшықтан батып атыр шықты қау әке. Тамаша. Олай болса түп нұсқасын оқиын. Бір ағамыз көшеде келе жатса, бір бомж аға көмектесіп жібересіз бе? Тамаққа ақша жетпей жатыр еді дейді ғой. Сол кезде ағамыздың ойына жаңағы балық берме, қармақ бер деген есіне түседі да, бауырым мен саған қармақ деп береді ғой. Сол кезде қармақты ұстап тұрып, бомж аға мақалды блог түсінеді екенсіз деген өзінің әзілдің соңы. Бірақ біздің нұсқаларда қызық болған сияқты екі жақта да қармақты беріп қармақ беріп жатқан кезде сіз осымен 20-ші қармақ беріп жатсыз десе. Сонымен жеңімпаз мына Қанекең соңғы әзілінен кейін анықталған сияқты. жеңімпаз қай жақ қыламыз? Сіздерге қай нұсқа ұнады? Қанатты. Негізі зал Динара екіге бөлініп отыр. Қарабалаева өтті. Қарабалаева. Динара. 50 мың теңге. Ол бөле бермей нақтысын айтсаңдаршы. 50 мың теңге Динара командасына. О, жақсы болды, қармақ алам десе. Бір есебі бар.
қазақша анекдот шоу анекдот шоу болса келесі әзіл жақсылап тыңдап алыңыздар, түсінбей қаласыздар. Бір күні бір әйел 21-ші рет тұрмысқа шығып отқан ғой. Ол точно тұрмысқа шығып жатыр ма? Ол жұмыста жүрген жоқ па десеңші. Анекдот қой. 21-ші рет тұрмысқа шығып жатады. Динара кешір. Сөйтеді дағыны, жаңа некесін қияды ғой. Жаңаға имам алдында тұрады ғой, 21-ші рет некесін қиып жатыр. Сөйтеді да, атын біледі, Гүлжан дейді ғой. Мақырге не сұрайсың дейді ғой. Сол кезде аға, Гүлжан, есіктің алдына бір навес болса депті. Гүлжан, Сөйтсе молда қарап тұрып бірдеңе айтқан, сол әзілдің соңы. Қош, Анау бітті ма имамға не не деп айтқан деді? Навеске келіп қалдыңдар ма дейді ғой. Ой баға, сен әлі времяң бар, анау біраз. ертең Алматыдан үй алам дейсің, астынан, сен 30-ға дейін үйде тұр. Дейді, 50 мыңда сен жина енді. Анекдот түсінікті, иә? Түсінікті. Өте түсінікті, керемет анекдот екен. Жалпы Қосарымыз жоқ. әйелдің тағдыры туралы екен. 21-ші рет байға тиіп атқан Гүлжан некесін қиып отырып, имамға келіп, имам айтады, сен махырға не сұрайсың деген кезде, бір навес болса дейді. Сол кезде имамның жауабы ғой, Имам айтсашы сол кезде, ана күйеуіне қарап тұрып, 17-де ма бір үйлендің ау деме осыған десе. Ана балаға қарап. Сен осыған 17-де ма бір үйлендің ау дейін дейді, ана екінші рет кеп тұрды. Шатасып қалды. Иә, үйде бітіріп қапты десе, ол да ұялмай. Ладно. 21 рет үйленген әйел, 21-ші рет жаңа молданың алдына барып, некесін қиын деп тұрған ғой. Сөйтіп жаңа мақырге не сұрайсың Гүлжан десе, навес болса аға деген ғой. Сөйтіп гаражды бітіріп навеске келдіңдер ма деген өзінің әзілдің соңы. Ол Қанекеңде де нұсқасы болды. Үшемен оны қалай күлкілі қылып айтты? 50 мыңға тұрарлықтай күлдірттіңіз сіз. Ұтық қойды. Динара. 50 мың теңге Динара командасына, Қанекең мен Қанекеңе бір қошеметтеріңіз болсын. қазақша анекдот шоу анекдот Бір шоу жігіт армияға қатты барғысы келмейді екен да. Сөйтіп военкоматқа барып, көзден ба бірдеңеден ұсталып қаладым қазір деп. Сөйтіп глазнойға кірсе, әріптерді көрсетеді ғой енді. Мынау қандай әріп деп, өзі басқа жаққа қарап, соқыр адам сияқты. Сөйтіп та военкоматқа көп қарашы Максим. естіп отырсыз ғой, иә? Сөйтіп та жаңағы мынау әріп дейді. Ана жігіт айдыға қарап, қаяқтағы әріп не айтып тұрсыз деп, жаңағы соқырдың әрібі несі деп, жаңағы. Сөйтіп та военкоматтағы жаңағы врач негоден деп жазып береді. Сөйтіп та жігіт мәз кетеді, кешке жаңағы қызымен киноға барып отырып, кино көреді. Сөйтіп кино театр біткен кезде светтер жанады ғой, сол бәрі шапалақ ұрып, тұрып атқан кезде бағанағы врач дәл қасында отыр екен да. Сонымен қарап, Анекдот бұл, әшейін. Сен не жүрсің десе, бағанағы жігіт бірдеңе деген, сол әзілдің соңы. Әпше, мен кино көре берем, мен тек әріп көрмеймін. Басқа нәрсені көре береді. Әріптерін бет жыбырлап жүрсе болады. Мен ана субтитрін вообще оқып отқан жоқпын. Күшті, Қанекең нұсқасы өте күшті. Бере берейін ба елім? Болды, бере бер. Кішкене қозғалайық бір 5-6 мың теңгеге, қалған 45 мың ала бересің. Шынымен ба? Иә, жоқ енді. Сен көзің көрмейді, неғып отырсың кинотеатрда? Десе, врач. Сөйтіп. Деп шығып кетсеші. Деп. Сен көзің соқыр ғой, неғып отырсың мұна кинотеатрда? Сен тішкіңнен аса алмай жатырмыз, қиналып жатырмыз. Ұялып қалды ғой енді. Иә. Ағам негізі көрем мен. Әріп бәрін көрем. Бірақ бәрін ұстап қалады деймін мен, геморройым десе.
қанеге онда айтуға болады ғой. Сен қалай отырсың сен деп ше. Нанбасаң қара десе. Ладно. Мен бағанан бері бүйтіп отырмын ғой, байқадыңыз ба? Мен үйде отқан көрген жоқпын. Никоден десе. Врачтың өзіне ма? Тамаша. 50 мың. Жоқ, Хамит пен Қанатқа сөзсіз. Хамитжан бірінші жауабынан ақ өзі ары қарай біз тапырақтап бұлып кеттік, шыны керек. Хамитжан. Бұл шутка болды ғой, я. Бірден нокдаун болды. Бұлар бағана сол анау қармақты ұстап қалды ғой. Шербак іздеп. Қармақ не тұрып, бұлар уже навес сап тастаған, киноға барып бүйтіп қуануға болады. 125 мың болды, я? санап отырсың. Иә. Ма анекдот немен бітіпті? Бұл анекдот былай бітеді екен. Сөйтіп военкоматқа жігіт барып өтірік соқыр болып жаңағы дәрігерді алдайды. Сөйтіп қызымен киноға барады. Қызымен киноға барып, жаңағы кино біткеннен кейін свет жанып, бәрі шапалақ ұрып тұрып жатқан кезде дәрігерді көріп қалады ғой. Дәрігер екеуі бір-біріне қарап қалады да, жаңағы сасып қалады. Дәрігер сен неғып жүрсің десе, Қаскелеңге автобус осы жерде жүре ма деген өзінің қызық емес әзілі. 50 мың теңге Хамиттің нұсқасы үшін Динара командасына. Сонда мынаумен 125 па? Или 175 болды ма? Точно айтшы. Жоқ, бұл жақ 3 рет 50 мың алды деймін. 125 мың, 175 мың болды. 175 мың болды ма? 175 мың да 25 мың. Қанат алдыңа бағана бомыш ұқсап келейін ба? Қанша бересің? Қармақпен келіңіз сразу. Қармақ таппай. Қыдан келетін не бар деп. қазақша анекдот шоу анекдот шоу Телеарнасын енді көбісі біледі, бірақ енді сонда да көрермендер жібергеннен кейін біз бұндай анекдоттарды да қабылдаймыз. Бәрі білуі мүмкін, бірақ соңын енді қызық қылу сіздердің борыштарыңыз. Анекдот алдындағы ма? Армиядан борыш дейді. Столовый туралы ғой. Әні. В общем, бір күні жындыханада, асханада енді адам көбейіп кеткен ғой. Жындыханада, асханада. Иә, біреулерді шығару керек, мынау болмайды, адам көп деп. Соны бір тексерейік дейді дағыны. Барлықтарыңыз білесіздер енді. Бәріне бос ыдысқа тамақ құйып берейік дейді ғой. Сөйтті, кім ішпей отыр, соны шығарып жібереміз деп. Бос ыдысқа тамақ құймайды екен ғой онда. Бос ыдыс қояды, бос ыдыс қояды, ал барлығымыз дастарханға жайғасып тамақ ішейік дейді ғой. Бәрі бос ыдыстан тамақ ішіп отыр екен. Бір адам ғана бос ыдыстың алдында қарап тамақ ішпей отқан ғой. Мұның есі дұрыс екен. Барып сұрайық, неге ішпей отсың десе, әлгі жынды бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Қасық қайда дейтін ба? Суретті жеп Мен борыш ішпеймін деген ба? сондай отыр ғой. Бұлай да бұлай соған Жоқ тамаққа борыш ішпеймін дей ма? Мен борыш ішпейтін ем дейді. Жақсы, болмаса Борышы сүт көже қойса, деп ұрып алсын. жоқ. Болмаса Еркебұланның бірінші нұсқасы бар. Қасық қайда? Қасық болмағасын жей алмай отыр. Оригиналын бере салдым. Оригинал ғой мынау? Негізі мынау оригинал. Иә, сол сияқты. Сол ма? бұл анекдот негізі нұсқасы көп. Нұсқасы көп. Мен қазір любойын айтсам. Жоқ, мысалы айтса, мен негізі KFC күтіп отырмын десе. Бүгін KFC-дің күні емес. Шынайы болып кетеді ғой. Жоқ, енді ол псих қой бәрібір ғой. Мен машина ішінде іше алмаймын десе. Машинаның ішінде іше алмаймын. Машина ішінде тамақ іше алмаймын аға десе. Кетіп барады. Жоқ, бүйтсе, неге тамақ ішпей отырсың? Мыналардың бәрі бос ыдыстан тамақ ішіп отыр. Бұл неге тамақ ішпей отырсың деп айтса, жауап берген. Шыбын жүр ауыстырып беріңдер. Жоқ, шыбын жүр ауыстырып бер. Жоқ, ол жынды ғой, ол бәрі шыбынмен қосып жей саламайын. Онда жей беріңіз. Қайта етпен жақсы болады, сіңімді болады. Неге жемей отырсың? Бейде суып қапты, ысытып әкеп берсеңші. Сен маған қарсы шығып отырсың. Біз аналармен жарысу керекпіз ғой, қарағым ол. Өздерің ұра беріңдер, пока бізде ақша жетеді. Біз мұқтаж Бірдеңе емеспіз. кеп атса айтармыз. Бір темей шегіп кетуге де болады, екі анекдот.
Бұл екеуі Өздеріңе пока райдың ба? келіп болғанша десең бір өзі- 50-ге жеткізейік дегенмін ғой, тым болмаса. Давайте бір ойланайық, Еркебұлан, Ойланамыз ба? Ақерке. Айтпа сен. Енді тамақ жоқ Қайреке бәрінде. Молодец. Ешкімде тамақ жоқ, Жындылар тексеріп жатыр. тексеріп жатыр. Аха. Анау ғана жемей отыр, Анау ғана жемей отыр. соған айтады, неге сен жемей отырсың? Мен тойып тұрмын, мен ЛРТ-да жегем десем. ЛРТ? Жоқ, бәлкім аспаңыздар. Жоқ, жақсы. Өз ЛГБТ елінен деп ақша айтқысы жейтін адамдар келген шығар. жынды. мен А? үшін. Өз елінен ақша жейтін адамдар мен үшін жынды. Иә, әдемі. Өстері дұрыс емес олар. Ол да болады. Яғни ЛРТ-ні жек қойған чиновник отыр деп соған келтіріп тұрып отыр. Бәрі сондай. ішінде. Тамаша. Қандай керемет. Екеуі бір-бірін мақтап отыр. Күшті. Бұл енді саяси өзектілік үшін мен ойлаймын 11.000 теңге ала алады. Әлгі 42.500. 42.500 хотя Тым бы. болмаса. Сөйтіп жындхана жындылар тексеру үшін бос ыдыстарға тамақ құймай жындылардың алдына береді дағыны. Ал тамақ ішеміз дейді, барлығы отырып тамақ ішіп жатса біреу ғана ішпей отырады. Соң қасына барып сен неге ішпей отырсың десе, сусында деген өзінің хит әзілдің соңы. Бұл жерде енді қызық нұсқа мына жақта болды, саяси нұсқа мына жақта болды. Кімге 50.000 береміз? Сіздер шешіңіздер. Саясат қой. Мен де ойлап отырмын, бір 50.000 мына жаққа берсек. Жоқ. Қайреке. Қайреке қашанғы арзан күлкі Қайреке. Қашанғы. Ал жақсы. Ой, ЛРТ. Жоқ, ЛРТ әңгіме жоқ, жақсы. Бірақ біздің де әзілімізді ойбайлап күлген жоқ па жаңа халық? Жоқ, халық ол... Бізге 15.000, анаяққа 35.000 берілді, әңгіме жоқ. Жоқ, қазір. Мынаны 200-ге толтырып қояйық. Мақсатың ба? Сенде 175 қой. Иә. Айтып отырмын ғой, 25-25-тен бөліп алайық. Сол дұрыс болады. 85 емес па? Өзімше әділеттілігі сол. Ау? 175 сенде. 185 дейін. 175. Былай жасайық, 25.000 жаққа, 25.000 мына жаққа Өте берейік. әділетті. Бір қошеметтеріңіз болсын, 25.000 сіздерге. 25.000 сіздерге. Қоя тұршымайды ақша. 50.000 бар Қайреке. Есеп 50.000-да 200.000 ба? 4 есе қалып келатыр. 10.000 артық онда. 10.000 артық бір жеген ғой. Жоқ, ол. Жоқ, 10.000 артық онда. 10.000 артық. Әкел. Қанекең, бұлайша да айтып жатыр. Жаңа 185 қой жеріппін ғой. 175 я. Сіздерге сәл. Сендерде 50.000 бар ма? 50.000-ға толды ма? Бар. қазақша анекдот шоу анекдот шоу Сонымен келесі әзіл. 50.000 берем, сендерге ауысып алсам бола ма? Жалғыз өзім алып қойдым ба не? Бірақ Кеш, брат. бір негізі жаңа ЛРТ ол ақша жеді деген әзіл очень күшті потолок болды. Мен риза болдым сізге. Өзі де көрсет қысас па. Ан жақта да отпадым ба. Сонымен келесі әзіл. Сөйтіп. Ал кет. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Бір қатты ішкілікке салынып кеткен ағамызды туысқандары емдетуге ауылдың шетінде бір тәуіп бар екен да, ұрып емдейтін ше андай. Қамшымен. Соны апарып берді, мынау 20 жыл болды арақ қоймайды. Емдеп бердіші. Болды деп те тастап кетті. Бір аптадан кейін келді депті. Сонымен жаңа тастап кетеді. Бір апта ұрады ғой ананы. Жаңа сөйтіп өлтіріп қойыпты. Бір аптадан кейін туысқандары келіп, әй, қалай бала аман ба, не болды десе, тәуіп бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Арақ ішпейді енді десе. Арақ ішпейді. Мәңгіге қойып кетті ма? Мәңгіге қойып кетті. Алып кеттіңдер арақ ішпей. Жоқ, өлтіріп алады, байқамай. Тамақ та ішпейді енді. Іштің ішпейді. Сен көмсаңдар. Ондай адам көмсаңдар. Жоқ, бүйтсе, мен енді бұны қазір емдедім. Бұны менің емдік қасиетім сондай, бұны енді пока бір аптадай көме тұрыңдар.
туысқандары енді не болды десе ішпейді деген нұсқа әзірге бірінші орында тұр. иә ол оны сөзсіз Ішпейді сөзсіз деген ба? мен енді оны мойындаймын бірақ әрекетке берекет дейді Әрине. жанар айжан ұқсап отпай Ай, біздің бала қайда аман ба дейді ғой. Аман ба не болды? Тауып не болды? Бәрі жақсы ма дейді ғой енді. Сол кезде тауып бірдеңе деген сол әзілдің соңы болып тұр. Бұл адам болмайды десе. Адам болмайды ол. Как раз бейшембілікке келдіңдер десе. жоқ бүйтсе Қайрат бүйтсеші. Бүйтсеші. Аналар келеді ғой. Қалайсыздар? Біздің бала не қылды? Аман ба? деп. Өліп қалды. Ұстап деген сияқты айтады. иә енді араққа байланысты әзілді қанаттан артық ешкім айта алмайды Сіз бірдеңе. Бір жылдық азық қылды дейсіз ғой. Анау айтады ғой, не қылды? Жаңа ішкен қояма дейді ғой. Ол қоймайды ол дейді ғой. Сөйтсе, өліп те қалмады ғой, өле қағырай десе, сөйтті десе. 50.000 теңге Хамитке қошемет қойыңыздар. сонда Хамит өздері кінәлі болып шықты ма? Өздері де тапсырып беріп тұр ғой. Әдемі. Бұл әзілдің соңында негізі жаңа туыстары келгеннен кейін сұрайды ғой енді. Қалай бәрі жақсы ма деп. Сол кезде тауып тұрып, ай мынау адам болмайды деген нұсқаны да угадать еткен Хамекеңе бір қошеметтеріңіз болсын. Қазақша анекдот шоу. Олай болса, бүгінгі шығарылымның жеңімпазы Қанат Әлжапаров, Хамит Ердеханға бір қошеметтеріңіз. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.